Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен осы жылдың ең хит салаты снежок салатын дайындайтын боламыз. Оның дайындалуы өте жылдам әрі жеңіл. Бұл салатты дайындау үшін бізге көп ингредиенттің қажеті жоқ. Ең алдымен бізге сыр, қайнатылған картоп, майонез, жұмыртқа және ысталған тауық еті қажет. Ең алдымен ысталған тауық етімізді бірнеше бөліктерге бөліп, 4 бұрышты кубик тәріздес етіп турап аламыз. Оны тым майда немесе үлкен етіп тураудың қажеті жоқ, орташа көлемде турап алған дұрыс. Егер сізде ысталған тауық еті болмаса, қарапайым суға піскен немесе пешке піскен тауық етін дәл осылай турап қоссаңыздар да болады. Келесі кезекте сырымызды осылай үккіштен өткіземіз. Үккіштің ірі жақ бетінен өткізіп, сырымызды дайындап аламыз. Одан соң қайнатылған жұмыртқамыздың ақ және сары бөліктерін бір-бірінен бөліп аламыз. Себебі әрқайсысын жеке-жеке үккіштен өткізуіміз қажет. Ең алдымен жұмыртқаның сарысын осылай үккіштің майда жақ бетінен өткізіп дайындаймыз. Одан соң жұмыртқаның ақ бөлігін дәл осылай үккіштің майда жақ бетінен бөлек ыдысқа жеке өткізіп дайындап аламыз. Және ең соңғы кезекте картопымызды осылай үккіштің ірі жақ бетінен өткізіп толықтай дайындап аламыз. Одан соң тарелкемізге салатты жинауға кірісеміз. Ең алдымен турап алған тауық етін тарелкемізге салып аламыз. Тауығымыздың үстінен майонезді жұқалап қосып шығамыз. Одан соң оның үстіне үккіштен өтілген картопымызды салып жинаймыз. Және де картопымызды толықтай тауықтың үстіне салып алған соң кішкене ғана мөлшерде тұз сеуіп аламыз. Тұзымызды сеуіп алған соң үстінен тағы да майонез қосып шығамыз. Майонез көп болып кетпеу қажет, бірақ аз болып қалса да салатымыз құрғақ болып қалады. Сол үшін орташа мөлшерде қосамыз. Келесі кезекте жұмыртқаның сарысын осылай видеодағыдай картоптың үстіне сеуіп жинап шығамыз. Оның үстіне майонез қосып, келесі кезекте үккіштен өткізілген сырымызды сеуіп салатымызды жинаймыз. Сырымыздың бетіне майонезімізді қосып шығамыз. Және де ең соңғы кезекте жұмыртқаны үккіштен өткізіп алған ағын осылай тарелкеміздің ең жоғарғы қабатына салып, салатымызды толықтай жинап аламыз. Біздің өте дәмді әрі жылдам дайындалатын снежок салатымыз дайын. Сіздер де үй жағдайында дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.